төрт саланың жігіттері 15 жыл жұмыс тәжірибемізде Қазақстанда бармаған шаруашылығымыз қалған жоқ. Ендігі алға қойған мақсатым әлемді шарлап, қолдап жатқан аға інілеріміз бар. Әлемді шарлап, басқа елдер қалай мал бағып жатыр, солардың тәжірибесін, жақсы жерін Қазақстанға алып келіп, сол тәжірибемен ата кәсібімізді дамыту жолында іс-сапарға шығып, дәл қазір көршілес Қытай еліне келіп, 10 мың бас бұқа, 10 мың бас қой, 10 мың бас есек, 10 мың бас ешкі, жалпы әрқайсы мал түлігінен 10 мыңнан ұстайтын үлкен шаруашылыққа келіп отырмын. 100 бас бола ма, 1000 бас бола ма, мынау сияқты 20 мың бас бола ма, ең бастысы саны емес сапасына жұмыс жасайық. Қой түлігінде аммиак көп болады. Мына қораның ішінде осыны құмалақтарын қараңыздаршы. Бір зақымдалмаған құмалақтар мынау міне. Тұяқ кесті дейді ғой қазақта, тұяққа басылмаған. Көріп отырсыздар ғой. 1 тонна салмақты емін-еркін көтеріп тұр. Пластмас болса да сондай мықты дүние екен, қарап отырсаңыздар міне. Біздің ата кәсібіміз мал шаруашылық деп ауыз толтырып айтамыз, бірақ сол дәрежеге біздің қазіргі салып жатқан қораларымыздың деңгейі жетпейді. Алла бұйыртса 4 саланың жігіттері міне осы құмалақты өз шығаратын құрылғы жасап шығарамын. Мынау 2 этаж қор екен, 2 этаж. Бірінші этажы, оның үстіне екінші этажы. Бұл жерде жаңа құмалақтары міне осы жерге түседі екен міне. Анау кішкентай тракторды көрдіңіздер ғой, пагоршты. Осымен тазалап жинайды екен. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, барша малшы қауым. Ассалаумағалейкум Қуаныш Мықтыбаев аға, қалдарыңыз қалай? Сіздің арнайы тапсырысыңызды зерттеп, қазақ мал шаруашылығын дамыту үшін, ата кәсібімізді дамыту үшін шет мемлекеттерге келіп тәжірибе ауысып, осы саланы зерттеп жатырмын. Сіздер маған жаңа үміт артып, сапама сеніп, мен жасап жүрген құрылғыларымның сапасына сеніп жүргеннен кейін аманатқа қиянат жасамайын деп, сіз тапсырыс берейін деп жатқаннан кейін міне шетелді аралап, осы қойдың құмалағын осы құрылғылар арқылы қораның ішінен тазалап далаға шығаратын құрылғыны зерттеп келіп отырмын. Арнайы уақытымды бөліп 15-20 күндік. Қазіргі уақытта осы заводқа келіп жатырмын. Жаңа қойдың астында құмалағын шығаратын құрылғылар қалай жасалады сол жөнінде. Менің түпкі мақсатым әлемді шарлап, ата кәсібімізге бір өз үлесімді қосу. Сол үшін осы менің каналымды, қазақ тілді каналымызды қолдап, бір лүпіл, бір пікірлеріңізді жазып, қамшылап, шабыт беріп отырыңыздар. Біз ары қарай қалай жасалатынын көрсететін боламыз.
Мына құрылғылар мынау жаңағы қойдың құмалағын астынан сырғанап отыратын арнайы біздің ши сияқты дүние, мынандай резеңкеден жасалған. Бұның жасалуы бір қиямет екен мынау енді. Бұл Қытайда бүкіл жер жасалады деп ойлаймыз. Бәрі оңай сияқты. Бірақ мынаншама қиын жұмыстармен тоқу керек екен. Мына материалдың бәрін қолмен тоқиды екен мына станокпен. Енді қазір біз үлкен 150 мың бас қой ұстайтын жерге барамыз. Осы біз тапсырыс берейін деп жатқан жаңа заводтың апарып орнатқан жері. Қазір мына жерде үлгілері бар екен. Мынау міне шағын макеті, осы қойдың құмалағын шығаратын құрылғымыздың. Енді осының үлкенін шынайы жұмыс жасап жатқан жерге баратын боламыз. Мына жаңағы үстіне шығып секіріп көреміз. Салмақ 95 килограмм. Мынаның 1 квадраты 1 тоннаны көтеретінін алып жатырмын. Өйткені бізде шаруа малдікі бар. Бізде бордақы малдікі бар. Бордақы мал 25-15 метрде бір бөлінеді. Ал шаруа малдың осы қой кіретін жері бөлінбейді. 100 метр, 125 метр. Мысалы Қуаныш ағамыздың қорасының ұзындығы 125 метр. Қойды бәрін айдап шыққан кезде, бір жерге үймелеп қалған кезде жаңағы салмақ ауыр болып кетуі мүмкін. Сол кезде міне. Мынау сынып қойлар астына түсіп кетпеу үшін. Шек па? Барған сайын жеңіш келіп барады ғой. Мына Қытай еліндегі Қытайдың азаматтарының еңбек қорлығына риза болып жатырмын. Бұлар да адам, бізде адам, негізі бәріміздің қолынан келеді. Адам жасағанды адам жасайды. Мынау жаңағы біздің пластмас бутылкалардағы шампунь, гелевый материалдағы ескі қалдықтардан өңделген осындай шикізат. Енді осыны мына бұрғы арқылы осы бұрғы арқылы мына станокқа келіп кіреді. Осы мынандай материал бұдан кіреді да, сонымен мына кішкене балқып отырып мына теңға кіріп түседі. Сосын мына жерден лағман болып шығады, лағман. Міне лағман болып шығады да бұлай қарай кетті міне. Сосын бұлай қарай кетеді. Бұлай жүріп барған сайын жіңішкеріп ар жақ басына барғанда домбыраның шегі болып бірақ шығады екен. Осы станокпен біздің гүмбірлетіп 7 шанақты, 1 тиекті, 11-19 перделі қасиетті қара домбырамызды күмбірлетіп отырған осы домбыраның шектері міне осы жерден шығады. Көре көсем боласың, сөйлей шешен боласың деген атам қазақ бос қайтпаған міне. Бұның қалай шығатынын көрмейінше бұл саланы толық зерттей алмаймын. Сол үшін түп тамырынан, негізінен бастап зерттеп жатырмыз. Міне кетті. Осы жерден ары қарай барып, жаңағы құмалақты ары бері жылжытатын транспортер осылай басталады екен. Соның басы осы. Сіздерге қызық болу үшін бұл қалай жасалатын, қандай
еңбекпен келетін дүние екенін бәрін көрсетіп өту үшін осы жерге келіп отырмын. Қазір осы құрылғылардан шыққан станокты орнатқан жеріне барып 15.000 бас қой бордақыланып жатқан қораға баратын боламын. Осы видеоның соңына дейін көріп, шабыт беруді ұмытпаңыздар. Барша қазақ елі қойға арналған, қойдың құмалағын далаға шығаратын транспортерді жасайтын станок. Ақыр келгеннен кейін түп тамырына дейін зерттеп, қалай жасалады. Мына жаңа домбыраның шектері ғой, домбыраның шегі. Ең сапалы материалдарды қатты сперендеп жатырмыз. Міне керемет. Қандай тамаша. Міне осылай, енді қазір қой қораға барып, осы материалдардан жасалған қойдың құмалағын далаға шығаратын құрылғымыздың қалай болатынын көрсететін боламыз. Бізбен бірге болып, видеоның соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, бір лүпіл, бір пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге шабыт береді. Осы шапқылап жан-жаққа шет мемлекеттерде жүргенім қазақ ата кәсібін дамыту мақсатында. Сол үшін бір лүпіл, бір пікір деген ол бәрі тегін дүние, біз үшін өте маңызды тегін болғанымен. Сол үшін қолдауларыңызды молынан жазып, төрт саланы қолдап, шабыт беріп, қамшылап отырыңыздар.
Міне құрметті қазақ елі, ата кәсібімізді дамытам деген осы алдымызға қойған мақсатымызды жүзеге асырып, міне Қытай еліне келіп, қойды қалай бордақылайды, аналық малды да, бордақы малды да осындай құмалағын өз тазалайтын заман талабына сай қораларда бағып жатыр екен. Қазір міне мына бір қой төлдеп жатыр, міне қарап отырсаңыздар. Екі қозысы бар екен. Міне құтты қонақ келгенде қой егіз табады деп қазақта бір жақсы сөз бар. Міне шуын қараңыздар, міне шуы. Шуы да басқа, боғы да, қойдың нәжісі де бәрі осының астына түсіп, лент арқылы ар жағына шығып кетеді. Енді біздің айтып жүрген Евростандарт деген қорамыз міне осы. Жем шөбі осы жаққа кармаразачикпен таратылады. Қойыңыз осының ішінде тұрады. Суын ана жерден ішеді. Су ана жерден ішіледі. Міне тап-таза. Бұл қой деген бордақының қойында құмалағы мен кіші дәреті мен үлкен дәретінде аймақ көп болады. Егерде қазіргі біздің Қазақстанда қоралардың бәрі бордақыда астының бәрі бұлай шыланып жатады. Содан кейін шыланып жатқаннан кейін аймақ газ сояқтан бөлініп, қойыңыз ауырады жаңа аймақтан. Ал мына жерде аймақ жоқ, асты таза. Міне қарап отырсаңыздар. Бір 2 метр мөлшерінде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 қойдан ар жағында 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 қойларының өзін қарап отырсаңыздар, міне меринос па түсінбейсің. Түрлері басқа біздің қойдан қарағанда. Етті бағыттағы қой болу керек. Міне Алла бұйыртса, Шымкент өңіріндегі Сарыағаштағы Қуаныш Мықтыбаев ағамыз үлкен 2 қорасына осылай жасатқызайын деп жатыр. Сол мақсатта осыны зерттеп, бізді аманат жасап отырғаннан кейін 4 саланың жігіттеріне осы қойдың тапчанын зерттеп, міне Қытай еліне де келіп қалдық. Қандай керемет. Құмалағы қазір осының астында қалай тұрғанын көрдіңіздер. Міне осы жерде 20 мың бас осындай қойлар бар екен. Аналық басын, жаңа бордақысын бәрін қосқан кезде. Бұлай қозыларын қарасақ, ешкі сияқты бұлай қарап тұрсақ. Жартылай қой, жартылай ешкі ма, сондай түрлері. Не қараңыздар. Қазір боғы қалай түсетін көрсететін болам сіздерге. Алып, осы лентаның үстіне түседі. Мына жақтан бәрі жиналып келіп, ары қарай кетіп жатыр әне. Бұл өте ақырын айланады. Жаңағы жем дермен сияқты қатты айланып, ана шаріктері сынып қалу, жаңағы бір жерінің тістері желініп кету деген жоқ. Міне қарап отырсаңыздар. Бәрі ақырын айланатын болғаннан кейін жұмыс жасау мерзімі де көп болады. Бұл суыққа қалай болады деп сұрап жатырмыз. Өйткені бұл жақта мына қазіргі осы қора тұрған мекен жайында қыстың өзі бір 15, 20, 15 градус сондай ғана суық болады екен. Бұл қанша градусқа дейін шыдайды десек, сол 35-50 градусқа дейін суыққа емін-еркін төзімді. Жаңа біздің жасап ленталарды ғана аламыз ғой, біз лента. Қалған темірлердің бәрін өзіміз жасай саламыз. Ана барабандар, пачейниктер бәрі өзімізде бар. Бізге керегі мына ленталар, транспортерлар. Соған сапасына кепілдік береміз деп отыр міне. Не жұмыстың істелу барысы міне қандай керемет.
Содан кейін мына Қытайда осы қойдың боғының бір мөлшегі қазір ана жақта көрсетем. 12 юан деді. Бір 1,500 теңге мөлшерінде. 1000 теңге мөлшерінде бір мөлшек құмалақ 1000 теңге мөлшерінде болады екен. Оның бәрін жинап ана жаққа апарып төгіп, ұнның мөлшегі сияқты мөлшекке қаптап, арғай тағы сатып жатыр. Міне, бұл құмалақты кіші дәретін, үлкен дәретін қойдың тұяғына таптатпай алып кету, ол ең бірінші қойдың жаңағы денсаулығына пайдалы. Ол жаңағы осы боқсыдығын аяғына таптап бір қорада тұра бергені, ол шығынға алып келіп соғады. Не үшін? Біздің ата-бабамыз жылқының жалында, түйенің қомында жаз жайлау, қыс қыстау мал баққан. Мынау сияқты бір қораның ішіне мал бақпаған. Сол үшін міне жайлау, қыстаудың орнына осындай боғын өзі тазалайтын құрылғы қойып отыр. Сол кезде ол бір қорада тұрса да боқсыздығын өзі баспағаннан кейін ауру сырқаудан аман есен болады. Мынау қарап отырғандарыңыз қандай керемет. Осындай құрылғыны қазақ елін апарып орнатсақ, біздің ата кәсібіміз мал шаруашылық деп ауыз толтырып айтамыз, бірақ сол дәрежеге біздің қазіргі салып жатқан қораларымыздың деңгейі жетпейді. Алла бұйыртса, 4 саланың жігіттері міне осы құмалақты өз шығаратын құрылғы бұқаға, сиырға орнатып жатырмыз. Енді осы қойды орнатқан жоқпыз. Бұл ісіміздің бастамасына біздің Азиядағы ең үлкен қорасы бар Қуаныш Мықтыбаев ағамыз осы Қазақстанда осы бастамамыздың ең басты бірінші сұраныс беріп отырған сол кісі. Енді Алла бұйырса, сол кісінің аманатын абыроймен атқарамыз деген ойдамыз. Өйткені ол кісіде бір 9000 бас сиятын қора бар. Бір қошқарының өзін білесіздер, Гулливер Каштан деген 40 миллион теңге тұратын қошқарлар. Сол қошқарлар Алла бұйырса Қазақстанда осындай деңгейдегі қораның ішінде тұратын болады. Бәріміз каналға тіркеліп, қазақ жігіттерін қолдап, шабыт беріп, қамшылап отырыңыздар. Я жүрген ішінде. Міне қораның ішіндегі құмалақтарды бері қарай алып шығып жатыр. Міне керемет. Жүре берсең, көре бересің деген сөздің қазақ ата-бабамыз айтқанды осы жерде түсініп отыр міне. Өйткені бұны көрмейінше көз аямыз кеңімейді. Мынау деген енді бір керемет дүние. Осындай қораны салып, мал бағуға барша қазаққа насіп етсін. 10 бас бола ма, 100 бас бола ма, 1000 бас бола ма, мынау сияқты 20 000 бас бола ма, ең бастысы саны емес сапасына жұмыс жасайық. Мынау енді ауру сырқаудың алдын алады. Мына жерге қарап отырсақ, міне қазір мына жерден аммиак деген ұрып тұр, аммиак. Өйткені мына қой басқа түлікке қарағанда, қой түлігінде аммиак көп болады. Мына қораның ішінде осыны құмалақтарын қараңыздаршы. Ой, міне бір зақымдалмаған құмалақтар мынау міне. Тұяқ кесті дейді ғой қазақта, тұяққа басылмаған. Қалай шықты солай түсіп жатыр. Одан кейін бұл біздің қойға қарағанда ешкі түбітті қой екен. Қытайдың жаңағы тарихында 800 жыл, 8 ғасыр тарихы бар қой екен мынау.
мынау не жем шөпті былай қарай таратып ар жағынан төте тесіп өтіп кетеді. Мен қазіргі жобалап жатқан қоралары міне осылай. Өйткені мынаған трактор кіре алмайтын жағдайда осы қораның ішіне. Бұның бәрі арбамен, дорбамен жүреді. Арбалаған, дорбалаған жұмыс, қара жұмысты көбейтіп, адам санын көбейтіп жібереді. Осы 20 мың бас қой болса, осы жерде дәу бір жем-шөп араластыратын заттан біреу қалғанын мотоциклмен таратып жатыр екен міне. Ешқандай бір қиын жұмыс жоқ, адам күші жоқ. Суын ішетін жерлерін өздеріңіз көрдіңіздер міне. Суан ерден ішеді. Анау арғай сындырып сөйтіп қоймау үшін бүйтіп арматурамен қоршап қойыпты, көрдіңіздер ме? Мына транспортердің қалай орналасқанын сіздерге бір көрсетіп жіберейін. Мына жерде барабан, лентаны айландыратын. Мына жерде жаңағы натижитель тұр. Осыны мына босаған сайын керіп отыратын. Енді мынаның бір астын көріп жіберейік. Анау ар жақ басқа дейін көрдіңіздер ме? Бір 50 метр жерде осы лентіміз тұр міне. Астында роликтері бар. Мына ленті салбырап кетпеуге арналған. Енді қараңыздар. Мынаның астында қазір қой тұрған жақта аммиак жоқ, астында кішкене аммиак бар, өйткені мына қойдың сідігі кішкене тамшылағандары бар екен. Міне қарап отырсаңыздар. Бұның астын шама болса бір адамның бойымен жасап жіберген дұрыс екен. Мынаның астын адамның бойын 2 метр астын жасаса, 2 метр биіктікте. Астын жаңа 1-2 жылда бір жаңағы кішкене құмалақтың қоқымдары шашылып, кішкене жинала бастайды екен, көріп отырсыздар. Сол кезде адам бойы сиятындай жер болса, кішкентай погрузчикпен астын тазалап кетуге де болады. Мына жаңағы бер жағындағы арығын, төбедегі шатырдың суын. Одан кейін мына бір пластмаспен жауып қойғанда, мына лентінің астына осы жерге шипыр төсеу керек екен, негіз заң бойынша. Осы қойлардың кіші дәреті осы шипырдың үстіне тамшылап, одан кейін мына жерге келіп ағу керек. Солай расчеттап жасаған, бірақ әлі бұл шаруашылықта оны салып үлгермепті. Енді ол әлгімнің пысықтығына байланысты дүние. Ана жерге бүйтіп шипыр төсек қойса жаңағы, ол сідігі мына жаққа шығып кетеді. Сідігі болмаса аммиак болып кетеді деп айтып отыр. Осы құрылғыларды жасаған міне алдарыңызда жүрген осы азамат міне. Осының бәрін көрсетіп бізге жасап жатыр. Мынаның қазір жоғар жағында тұрма мал. Не Қытайда сіздер білесіздер, жер тар. Мынау 2 этаж қор екен, 2 этаж. Бірінші этажы, оның үстіне екінші этажы. Бұл жерде жаңа құмалақтары міне осы жерге түседі екен міне. Анау кішкентай тракторды көрдіңіздер ғой, погрузчикті. Осымен тазалап жинайды екен. Жаңағы мен айтып отырған міне мынау құмалағы түсетін жер. Мына ортаға құмалағы түседі екен міне. Одан кейін былай ойластырылған. Құмалағы түседі, мына жағында жаңағы кіші дәреті мына жерге жиналады. Қойдың. Міне осылай. Мынаның үстінде қазір міне қойлар жүр. Көрдіңіздер ғой. Екі этаж үйде қазір қойлар өмір сүріп жатыр. Көре берсең қызығы көп міне. Осының үстінде 2 этаж қой бар, қазір ар жағынан шығатын жерінен шығып көрейік. Ұзындығын қараңыздар міне. Мына жағында бір 40 метр, бұл жағында бір 160, ұзындығы 200 метр қой. Бірінші этаж, екінші этаж. Міне, мына қораны астында да үстінде де ұстайым деп салған екен негізі. Бірақ мына астыңғы құрылымын проекті бойынша жұмыс жасамай, қысқа жасап қойған себепті қазіргі уақытта үстінде ғана ұстап жатыр екен. Ана лентіні салған кезде асты көтеріліп, жаңағы қойдың бойы төбесіне тиіп қалатын болғандықтан
астына лента салмай босқа шығын болды дейді. Қораның проектісі дұрыс салынбай, астына ұстай алмай қалды, мынаның бәрі шығын болды. Негізі жерге қоя салса да бір этаж астындағы бағып жатқан жоқ дейді міне. Былай да маңға, былай да. Міне. Тура жаңағындай тапчан астында құмалақтар түседі. Құрылымы темірден жасалған, сэндвич панелден жасалған. Қыста жылы болады, жазда салқын болады. Мын жағын қараңыздар. Осы уақытқа дейін Қытайдағы елдер айтып жатыр, біздің осындай деңгейге жеткенімізге дейін біздің жағдайымыз жақсы болған жоқ, халықтың жалпы жағдайы дейді. Оғанға дейін селитра удобрениемен андай зиянды селитралармен жаңа көкөністерімізді өсіріп, қарнымызды тойдырып тұру үшін дейді. Осы уақытқа дейін осы күнге жеттік. Енді қазіргі уақытта біздің халықтың жағдайы жақсы, енді табиғи осындай тыңайтқыштармен біз егістіктерімізді осымен тыңайтамыз, табиғи өнімді енді жейтін боламыз. Осы күнге дейін қарнымыз жартылай тоқ болып жүріп, осы деңгейге жетіп алдық. Енді бұдан ары қарай өмірімізді табиғи өнімді, сапалы табиғи өніммен қоректеніп азықтанатын боламыз деп жаңа осы шаруашылықтың егесі осындай бір ойын түйіп айтып жатыр. Бізде де осындай тыңайтқыштарды жинап шаруашылықтың шикізатын ақшаға айландыруымызға болады. Анжеге барып көрейік ана. Кішкентай жем-шөп тарататын құрылғымен міне. Мына кармараздатчик бір орында тұрады. Мынау жаңағы тез-тез қимылдап, осының ішін аралап, осымен жем-шөбін таратып шығады. Міне осындай бұл мотоцикл. Міне. Осы бір-екі мотоциклдің көмегімен бүкіл шаруаларын тындырып жатыр. Екіншісі келді мына заправка жасайын деп. Ана парковкасы екен ана. Кармараздатчик анау мынау заттар тұратын. Не қазақта мал азығы, жан азығы дейді ғой. Мына 20 мың қойдың азығы мынау міне. Шөбі, ар жағында силосы, мына жағында міне тұрған жем-шөп араластыратын құрылғылары міне. Мына жерінен жем салады. Бір тонна 350-360 килограмм қазірге жем бар ішінде. Мына жағында транспортері міне. Транспортер. Мынаның ішінде жаңа жемі де бар. Мынау негізгі құрамы кукуруз ғой, силус міне. Ар жағынан жемі мына жаққа салып толтырады ар жағынан. Мына жағынан мотоциклға төгіп береді. Міне.
Мынау ғой міне біздің айтып жүргеніміз. Беріп жатқан жемдері бір түсініксіз жемдер енді. Сояның шұроты ма? Сояның шұры деген міне сояның қабығын тауып алдым. Арпа, бидай бірдеңе араластырып жаңағы осы. Мынау жем дермендер екен. Мынадан андағы бор ғой, кальций. Мына жерден витаминдарын құяды екен, мына жерді араластырып ар жаққа апарып төгеді. Мынау жаңағы жүгері. Бұлардың жүгерілерін қараңдар, толық. Қып-қызыл жүгерілері бар екен. Мына жерден мөшекпен төгесіз, мына кішкентай бұрғы мына драйвилгінің аузына төгеді. Ары қарай ол мына жердегі міне үрлегіш арқылы мынаған кіргізеді міне. Бұл араластырып, мынаған түсіп, мынадан ары қарай аны жеге түседі. Одан мына жерде витаминдарын араластырып, мына мөшектегі. Ана силусын араластырып, сонымен малға жем шөбін беріп жатыр. Қандай керемет. Мыналардың жем қоймаларының салыну жобаларын қараңыздар. Міне. Профнастил ортасында жаңа прозрачный пластмастан жасалған чипыр міне. Іші жарық болу үшін. Одан кейін мына екі ортасын қандай мықты қылып жасаған. Өйткені мын жақта шөп тұрады, ар жақта жем тұрады. Бір-біріне араласып кетпеу үшін. Енді бұлардың витаминдері міне. Мынау трифосфат, кальций, кармавик, сондайдың жемдері бар ғой мынау. Витаминдер міне. Енді бұның бізге қажеті жоқ, өйткені бізде бәрі табиғи өнім өсіреміз. Бұл қандай жем екенін де білмейміз. Міне. Міне, боқ сақтайтын жері, мынау силус сақтайтын жері. Мына екеуі бітіпті. Анау әлі ашылмаған, өткен жылғы болу керек. Мына дөңгелектерді көрдіңіздер ғой, ескі дөңгелектер ана салафанның үстінен бастырып қоятын. Мына жүретін жерлерінің бәрі сплошной бетон. Мына бізде силусный яма жасаған кезде біз бетон құйып қиналамыз. Мынау бір жақсы ой екен. Қызыл кірпіш міне. Бетон штукатуркасын көп қалап штукатурка жасақ болған міне. Қызыл кірпіш. Мына связкісіне 1 сантиметр жағуың керек мына 1 сантиметр. Мына бір тракторма бірденге түртіп кеткен ғой мынаны. Қалған жеріне бір ешқандай зақым кеп тұрған жоқ міне. Міне силус. Біздік сияқты екен, біздік сияқты. Бізде тура осылай жасап жүрміз. Міне. Осындай силусный яманы жасап қойсақ, сенажный силусный ямы көп қаражат кетеді бізде бетон құю үшін. Ана қызыл кірпіштен бүйтіп жасай салуға да болады екен. Осыны көріп жатқан ағаларым болса, көп шығындалмай қызыл кірпіштен осындай силусный яма жасай салсаңыздар да болады. Мынау не тағы да? Керек жазады. Қойға арналған астына төсейтін тапчандар. Қойдың құмалағы, жаңа аймағы көп білесіздер. Қойдың үрпесінен кіріп, ауру сырқауы көп болып жатыр. Соған байланысты мал шаруашылығымызда ата кәсіпті дамыту мақсатында осындай заман талабына сай қойдың астына қоятын тапчандарды қалай жасалады, бағалары қандай, біз қалай өз елімізге апарамыз, сол жөнінде
мәліметтер жинап жүрміз. Сол үшін қазақ жігіттерін қолдап, шабыт беріп, 4 салаға тіркеліп, бір лүпіл, бір пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біз осы қолында тұрған осы дүниені өндіретін үлкен заводқа келіп отырмыз. Бәрі осы ата кәсібімізді дамыту мақсатында. Сол үшін біздің каналға тіркеліп, шабыт беріп, қолдап отырыңыздар. Біз видеомызды жалғасты бастаймыз. Қозыларға арналған, саулық қойларға арналған, одан кейін бордақы қойларға арналған түрлері бар. Біз қазір мына подондарды қойып, қорамызға орнатқан сияқты, осының үстіне 2 тонна үлкен салмақты қойып, сапасын тексеретін боламын. Менің салмағым 95 килограмм. Қазір осы құрастырылған тапчаның үстіне секіріп көрсететін боламын. Міне, сапасын көріп отырсыздар. Енді қойда 4 сирағы болады ғой. Салмағы 4 жерге түседі. Енді адам болғаннан кейін қазір 95 килограмм 2 жерге түсіп тұр. Қазір осының үстіне карамен әкеп 1 тоннама, 2 тоннама затты қойып, сапасын тексеретін боламыз. Сосын видеоның соңына қарай қалай өндіріледі, станоктарын бәрін көрсететін боламыз. Не құрметті қазақ елі, қазір 1 тонна салмақтағы осындай мешекке қапталған цемент сияқты дүниені осының үстіне қойып, сапасын сіздерге көрсететін боламыз. Бір мешоктың салмағы 5 килограммнан 40 мешок зат тұр, ауырлық. 1 тонна таза. Енді осынша жерге 100 килограммнан есептесек 40 қой мына жерге сыймайды. 40 қойдың салмағы 100 килограммнан есептесек те, тағы да осындай бір тапчан қой көреді. Соның сапасын көрсету үшін сіздерге көрсетіп отырмыз. Бір жерге 1 тонна салмақты қойып, осы өндіріп жатқан осы тапчандардың сапасын көрсету мақсатында міне осы мешоктарды қойып жатырмыз. Сол үшін бұл дүниенің сапасына күмән келтіруге бола ма, болмай ма, сапасы қалай екен комментарияға жазып отырыңыздар. Міне осы шаруашылықты толығымен көрсетіп шықтық. Осындай қора салуға әр қазағыма бұйырсын, әр қазағымның шаңырағында 10 шақты, 10 шақты қыздары, 10 шақты ұлдары болсын. Қораларында мыңдап бұқа, мыңдап сиыр, мыңдаған қойлары болсын, 4 түліктеріңіз түгел болсын. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар, әр қазағым бай болсын, 4 түліктеріңіз сай болсын. Ассалау мағалейкум.